Сәлем достар, бүгін біз апамның бет күтіміне арналған заттардан сіздерге обзор жасайтын боламыз. Апамның беті құрғақ және қартаймауы үшін осы кремдерді апам пайдаланады. Міне бұл бізде апам осымен бетін тазалап тұрып жуады. Келесі қадам бізде тонер 23. Бұмен апам бетінде кіріп алып қалса, кір немесе бір ыңғалдар қалып қалса, бұмен апам батыны дисікпен бетін тазалап тұрып сүртіп шығады. Келесі қадам бізде бұл бетке жағатын, бетті ылғалдыратын және бұл бізде LMS деген бұл бізде май. Оны біз апамның бетіне әдемі болу үшін жағады. Бұл бізде Медипил өнімінен патчи. Бұны апам көзінің астына қояды. Келесі бізде SPF күнге қарсы крем. Апамның таңғы уходы аяқталды. Енді сіздерге түнгі уходты таныстырамын. Бетін жуады, тонермен бетін сүртеді және түнге арналған кремін жағады. Келесі бізде қартаймауға арналған қосымша күтім. Бұл бізде Purita өнімі. Бұны біз аптасынан 2 рет дүйсенбі және бейсенбі күні жағамыз. Бұл бізде LMS маскасы. Бұны апам сейсенбі және жұма күні бетіне жағады. 10-15 минут кішкене ұстайды, сосын жылы сумен жуады. Келесі бізде гель скатка. Бұны апам сәрсенбі күні жағады. Сонымен достар, апамның бет күтіміне арналған обзорымыз аяқталды. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.